Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін бір-біріне мүлде жабыспайтын, яғни рассыпчатый күріш дайындайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен подливын дайындап аламыз. Етті қызып тұрған майымызға салып қуырамыз. Содан соң үстіне майдалап туралған пиязымызды салып, пиязымыз сары түске енгенше жақсылап қуырып аламыз. Пияз сары түске енген соң үстіне түрлі түсті болгар бұрышы және сәбізімізді салып 2 минутта қуырамыз. Содан соң дәл осылай қырыққабатымызды майдалап турап аламыз. Қырыққабатты да үстіне салып, тағы да 2-3 минутта қуырамыз. Содан соң үстіне томатный паста немесе паприка дәмдеуші болса 2 ас қасық салып, үстінен су құямыз. Содан соң жарты сағат 40 минутта қайнатып аламыз. Подливымыз дайын. Енді күрішті дайындауға кірісеміз. Күрішті жақсылап тазалап жуып аламыз. Үстіне су құйып, тұз саламыз. Содан соң сұйық майды үстіне құйып, 2-3 ас қасық сұйық майымызды құйып, қақпағын жауып 15-20 минут қайнатамыз. 15-20 минутта кез келген күріш піседі. Міне дайын болды. Күрішіміз ойдағыдай бір-біріне мүлде жабыспай шашырап пісті. Мен тек осы рецептпен дайындаймын. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған аяулым арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.